2014 жылғы 20 желтоқсандағы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде медициналық бұйымдар айналысының бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде бұл мәселе бойынша да сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат Аймағамбетов Асхат Қанатұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер. Аталған заң жобасы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде медициналық бұйымдар айналысының бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялауға бағытталып отыр. Хаттамада 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін медициналық бұйымдарды мүше мемлекеттің ұлттық заңнамасымен тіркеу құқығын беру көзделіп отыр. Осыған орай біздің комитет тиісті қорытындыны дайындауға жұмыс жасайтын болады. Сондықтан қолдауларыңызды сұраймын. Сұрақтарыңыз бар ма, Асхат Қанатұлына? Онда осы мәселе бойынша да қаулыға дауыс берейік. Қатысып отырғандар 93 депутат, жақтағандар 93 депутат, шешім қабылданды.